Сәлем. Не ғой, Хлябке мен жағдайды түсіндіріп бере алам. Негізінде Махираға бізді бұл жерде күштеп ұстап отыр. Шатырдың ішінде отырар ниетім жоқ. Бірақ қорқытқан соң мәжбүр болдым. Оның үстіне өзі төбелеске жақын адам ғой. Бірнеше тәсілін көрсетсе, яғни жағдайы солай болды. Түсінесіз бе? Өшіріңді. Қане шық. Шық дейін. Қане, көп сөзді қойыңдар. Қане, көмектесейін дедім. Еще раз жоғалтып алдым. Көп сөзді қой. Ассалаумағалейкумдер. Міне, жоғалған адамдарды таптық. Үйлерін апарып табысты. Өздері мені тапты. Қоңырау соғып көмек сұрады. Көмектесейін дедім. Сосын Хатижапке қоңырау соқты. Бұларды іздеп табуымды өтінді. Оған да келістім. Содан кейін сен келіп іздейік дедің. Окей дедім. Міне таптық. Бәде Жауһар. Көтек деп ойланан текст жоқ қой. Ана кім Күлиян кекенді болып тастаған ғой. Қайырлы таң баршаңызға. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі өтсін. Егиттің да, бұл егит емес, бұл Махир хит болып жатыр ғой қазір, досым. Байрам мен Махир хит қой қазір. Миято, Миято, ассалаумағалейкум, брат, қалайсың, Мият? Миято ма? Иә. Миято, Ақмарал сәлем айтып жатыр, Ақмарал. Миято, қалайсың? Миято! Жаным сол, қалайсың? Не болып кетті оғанда, ана текстін таппай жатырмыз ғой, сосын мен. Давай құрай салайық. Жарайсың, Махир аға, иә. Бізді сатып кеттің дейсаш бітті. Жарайсың, Махир аға, бізді сатып кеттің. Бәде Жауһар, өмір деген осы. Өмірде бәрі бірін-бірі сатып кетеді. Әлі-ақ бұған үйренісіп кетесің. Ақыл тоқтатқаның жөн. Сен де Жауһарсың. Солар сияқты өмір сүр. Оқы, жан-жақты бол. Бәрі бар. Әбден еркелеп өскенсің. Мына баланың басын бәлеге қалдыра жаздадың. Бұлай болмайды. Отбасыңмен арада мәселе болса, барда психологпен сөйлес. Жарай ма? Мәселені солай шеш. Мұның болмайды. Отбасың сені жақсы көреді. Өте жақсы көреді. Мен оны білем. Егер білмесең, басыңды біраз жұмыс істет. Мына жеріңді аш. Қан жүрсін. Бұның алдында мен бармайым деген сөзі бар. Жоқ, мен бармайым. Менен не қалайсың? Жарайды, маған сенен ештеңе керек жоқ. Жақсы, жарайды, тыныштал енді. Маған ештеңе керек емес. Мен өз өмірімді сүрейін, сен де өз өміріңді сүр. Әркім өз жолмен кетсін. Жалғыз өзің басыңды бәлеге тықпа. Жарай ма? Болды, окей. Ештеңеге қаламайым. Еще раз, ештеңеде. Ештеңеде қаламайым, осында болам. Бай-бай. Жанды екен ғой. Javidan,
Esma бұған қалай қарайды? Ha, демек қарсы емес қой. Ендеше былай істейік. Ертең ауылға көлік жіберем. Сендерді алып кетсін. Бірнеше күн осында қонақ болыңдар. Екеуміз біраз сырласамыз. Байрам мен Esma да бір-бірін көріп танысады. Мен бұны түсімде көркем Жавидан. Түсімнің әрдайым орындалатынын білесің ғой. Өте жақсы қайырлы іске себеп болайық деп отырмыз. Саған бұны шын жүрегіммен айтып жатырмын. Жақсы, сау болыңдар. Құдайым-ай, бәде қыз. Мұның не, бізді уайымға салдың ғой. Келдім ай селтете, бәрі дұрыс. О, қашқын бәде ханым келіпті ғой. Бізді неке қию рәсіміне шақыратын шығарсын деп ойлап едім. Неге қайтып келдің? Қыз, әлде некелеріңді қиып алып, ата-ананың батасын алуға келдіңдер ме? О, әтке, сандырақтағаныңды екен ғой, Құдай-ай. Ту, әпке, сандырақтағаныңды қойш. Қарап тұрсам айналаңа жаныңды. Ой, бұл жаныңды емес, жыныңды шашып жатқан сияқты. Мият, тоқтай береді Ақмар. Қарап тұрсам айналаңа жыныңды шашып жатқан сияқтысың ғой. Сен әбден құтырған екенсің. Күте тұр бәлем. Кешке әкең келген соң, қалай сайрайтыныңды. Көрдің бе, Мият, тоқтай береді Ақмарал. Ай, тұра тұр. Қалай сайрайтыныңды көрем. Ол келгенше, мына үйде менің бақылауымда боласың. Қазір бөлмеңе бар да, мен шақырмайынша шықпа. Жазаға тартыласың. Онсыз да қатты шаршап тұрмын. Барып жатам. Сендерді оңаша қалдырайын. Жеңгем жақсылап тұрып, жыныңды қағып. Сендерді оңаша қалдырайын. Жеңгем жақсылап тұрып, жыныңды қағып алсын. Біздің шаруамызға неге араласасың? Қандай да бір мәселе болса бар да, Байрам әкеңмен сөйлес. Негізі бұл мәселенің саған түк қатысы жоқ. Ұлына ғана қатысты. Соншама не болды? Алло, Атып мырза. Ертең ауылға көлік жіберіңдер. Esma ханымдарды алып келсін. Байрам білет. Мырзаңа хабарласып, қашып кеткен қызы үйде екенін айт. Ол келгенше бөлмесіне қамап қойдым. Ешқайда аттап бастырмай, біліп отырсың. Осылай келісіп бедік? Маған енді түрлі сылтау айтпаңдар. Жүк көліктері осында келуі тиіс. Дереу, дәл қазір. Бері қараңдар. Өлшемдер ешбір жағдайда өзгермеу керек. Ұқтыңдар ма? Қажет болса жұмысшылар санын арттырыңдар. Түсінікті ме? Ол жағына күмән болмасын. Барлық қауіпсіздік шарасы қолданылды. Қалған құжаттар қолдарыңызда ма? Сен кеді ғой мынау. Ол жағына күмән болмасын. Барлық қауіпсіздік шарасы қолданылды. Қалған құжаттар қолыңызда ма? Мінекей Кәрім мырза. Не істедіңіз, Күлия ханым? А? Жоғалтып алдым ғой, қайда? Болды, таптым. Не істедіңіз, Күлия ханым? Неге? Күлме досқа келер басқа. Не тоқтай бересің? Давай кеттік. Не істедіңіз, Күлия ханым? Үлкен белесебетті көрмей қалдыңыз ба? Белесебетімнің быт-шыты шықты.
Sizin arnay kol qo'yатын жеріңіз бар меді? Қаншама boş жер тұрса да белесі бетімді мыжып өттіңіз. Екі дүкенге қалай барам? Мә. Yenge var. Екі дүниеде деп айтайын дегем. Енді дүкенге қалай барам? Жөндеп беруге тиіссіз. Бұл тіпті жөндеуге де келмейтін сияқты. Қараңыз, қараңыз. Жаңасын алу керек. Бүгін шынымен бір түрлі болып тұрсыз. Бұл жайлы кәрім ұстазбен сөйлескені дұрыс болар. Себебі сіз екеуміздің дауымыз ақылға қонымсыз. Мұныңыз қылмыс, Хүлия ханым. Ендеше тамақты кім пісіріп жүрген бәріне жайып салам. Белесі бетім. Не істедіңдер, шаруаны реттедіңдер ме? Бәрі ойдағыдай, әке. Жүк көліктері біртіндеп жолға шыға бастады. Жаңа агенттікпен сөйлесім, қандай да бір қиындық тумаса, кемеге уақытылы тиеп үлгереміз деді. Дыханием жетпей алды. Жаңа агенттікпен сөйлестім, қандай да бір қиындық тумаса, кемеге уақытылы тиеп үлгереміз. Алың болма. Жарайды айтам. Жақсы әке, рахмет. Hülya kızım, bədeni tapdınlar mı? Allah'a şükür, Allah'a mın da şükür. Yüreğime su sepkendey oldum. Allah razı olsun.